Девушка казашка. Сөйлесіп жеткізесіздер. Жазырамын деген анан ең жоғары жағына қойыңызшы. Ең жоғары қарай. Ең жоғары жағына. Лаураға сонда дайындық болмыш болайын. Лаураның уақыты болmuş. Шифаларында алғанда барды. Микрофондарыңызды өшіріңіздер. Әріптестер, микрофондарыңызды өшіріңіздерші. Негізінде келін керек, бірақ бара берсеш. Асия ханым, микрофоныңызды өшіріңізші. Жазырамын деген мен жаңа келдім де қарауға мүмкіндігім болған жоқ. Жалпы конференцияға қанша адам қатысып отыр? Бірінші несінде, бірінші бөлігінде. Біріншіде 20 адам отырдық. 20 адам отырдық. Жазырамын деген неге чатқа жазасаңызшы, бәріміз кірейік деп. Әріптестер жалғастыра берейік, әріптестеріміз өздері кіре жатыр. Жарайды, аха. Мына жерде мен орыс тілі пәні сабағы 7-ші бөлім тақырыбы проблема выбора профессии, профессия, техника, технологических направлений в современном мире деп айтылады. Жалпы мынау күтілетін нәтижелері, яғни бұл жерде мақсат пен екеуі күтілетін нәтижесі бір-бірімен тікелей байланысты. Осы күтілетін нәтижелерін береді. И сол неғылған кезде осы құзыреттіліктерді дамытуға байланысты мынандай тапсырмалардың дескрипторларын істеген. Яғни бұл жерде бірінші тапсырма: отсканируйте QR-код номер 1, ознакомьтесь с содержанием текста, выполните тестирование, открыв QR-код номер 2. Дейді. И сол жерде уже нақты көрсетіп тұр. Мынау QR-кодты арқылы ол электронды түрде цифрлық форматта ашу арқылы обмен с информацией с помощью цифровых технологий деген құзыреті дамып отыр. Бұл жерде мынау неге сол тапсырманы орындау барысында индивидуальная инициатива, жеке инициативасы деген сияқты. Мынау личностный социальный компетенцияға ол коммуникативтік дағдылар. Соны әрқайсысын бүйтіп көрсетіп тұрды. Көріп тұрсыздар ма? 3 тапсырма берілген. 3 тапсырмада қысқа қандай нелері сол менің бағытымда орындалады деген сияқты несін көрсетіп тұр. И мына жерде
сіздер көңіл бөлетін нәрселеріңіз мынау сіздерге анау көрсетілген кезде негізгі екі немесе үшеуі міндетті түрде көрсетілу керек. Ал, допустим, мына жерде системное мышление деген ол былайша айтқанда ешқандай ессіз ақ дамыл беретін нелердің бәрін ашып жазып көрсеткен. Ертең сондықтан мынау нені сіздер практикалық сабақтарда алғанда осы карточкамен тыңдаушылармен 3-4 рет жұмыс істесеңіздер, оларға түсінікті болады. Яғни 130-шы приказдағы формаға сәйкес сабақтың жоспарын бір құрып алып, соның жанына осы таблицамен көрсетілген үлгідегі тапсырмалармен жұмыс істеп, ол тапсырмалар беру арқылы мұғалімдер, педагогтар қандай құзыреттіліктерді дамыту керек екенін және қандай оқу әдісімен қандай бағалау әдістерін пайдаланып отырғанын түсінетін болса, мынау бүкіл менің идеясын ашады, курстың идеясын ашады. Сондықтан осыны ертең неде жұмыс дәптерінде де бұл нелер бар, бірақ мынау негізгі қысқа ғана сіздерге былайша айтқанда подсказка сіздерге, шпаргалка. Осыны өткенде мен айттым ғой, келесіне де 130-шы приказбен осы скафолдтың несінің екеуінің байланыстыратын несіне формасын қарастырамыз келесі сабақта деген. Осы қысқаша формасы осы, қазақшаға аудару өте оңай, бірақ осыны пайдалана бересіздер. Жалпы не бойынша айтылатын осы, енді сіздерге осы бүгін мен біздің оқу семинарымыз аяқталады. Сіздерге берер кеңесім, сіздер ОММ-да бүкіл нелерді біз толық қамтып шығуға тырыстық. Толық қамтылған десе де болады. ОММ-ны жақсылап тұрып оқып шығуларыңыз керек. Егер группада мен орысшасында, қазақшасында жібердім, қазақшасында кейбір түсінбеген сұрақтар болатын болса, тура сол жерін орысша не қылсаңыздар, бәрі түсінікті болады. Бұл жерде бір мен өз басымнан өткендігім, неғұрлым мен осы нені өзімнен оқып өткізген сайын, соғұрлым нені көп түсінген сияқты болдым. Сондықтан сіздерге де ұсынам, мынау нені ерінбей қарап шығыңыздар. Сосын ең негізгісі жұмыс дәптерін ашып қараңыздар да, әрбір активитиді өздеріңіз қарап шығыңыздар. Мен мына сабақта мына активитиді былай пайдаланам, ол мынандай құзыретін ашады, ол мынау жеріне бағытталады, мынаны не алғанда тыңдаушыларымыздың мынандай білімі толығады деген сияқты өздеріңізге сұрақ беріп, сол сұраққа жауап беріп не қылсаңыздар, ол сіздер ертең курстарыңыздың сапалы болатынына мен сенімдімін. Сонымен бірге бұл жерде біз бәрін білгенімізбен бір рет қайталап не қылып отырсақ, ертең бізге сабақ бергенімізге өте оңай болады. Жаңағы негізгісі, өткенде де айттым ғой, 7 негізгі икемді құзыреттерді, 7 оқыту әдістерін, 7 бағалау әдістерін, 4 европалық құзыреттер шеңберінде 4 құзыреттіліктің деңгейі, осыларды сіздер не бойынша негізгі түсініктерді сіздер жатқа білулеріңіз керек өздеріңізге. И не біткен кезде, курс біткен кезде сіздердің тыңдаушыларыңыз жатқа білу керек. Мысалы, біз анау сіздерде де сондай болған шығар, сыни ойлау бойынша да көптеген курстар өткіздік қой, Назарбаевтың курстарымен, өрлеудің курстары, талаптың курстары, коучингтік нелер, сол кезде жаңағы 4К деп айтып, К деп жаттадық. Мен өзім сөйтіп алғанда критическое мышление, креативность, коммуникация, сосын қандай еді төртіншісі, сол жетінелердің бәрін жаттап, өзіміздің бойымыздан өтіп, себебі сіздер сабақ беріп тұрған кезде, сұрақ туғандаған кезде, сіздер оны нақты жетінесін топ-тобымен біліп тұрсаңыздар, өздеріңізге сабақ беру жеңіл болады деп ойлаймын. Сондықтан әлі біраз уақыт бар, басында 6 группа басталады, одан кейін көптеріңізге біраз уақыт бар, сол уақытты тиімді пайдаланып,
неғұрлым көбірек ізденсеңіздер, соғұрлым осы курстарыңыз тиімді өтеді деп ойлаймын. Бізге енді талап акционерлік қоғамы осы курстарды ұйымдастырушы ретінде сіздерге қоятын ең бірінші талап ол курстың сапалы өтуі. Неғұрлым бұл курстың сапалы өтуі ол сіздерге және ертең талаптың репутациясына тікелей әсер етеді. Кері байланыс арқылы да, кіруші сауалнамасы арқылы да біз оның бәрін зерделейміз. Сондықтан мен ойлаймын, бұл курсқа біз ең озық, ең тәжірибелі, ең ізденімпаз тренерлер тартып отырмыз. Сондықтан бұл нелерге сапалы өтеді деп сіздерге үлкен сеніммен қарап отырмыз. Жалпы менің айтайын дегенім қысқаша осы. Сұрақтар болса, қазір қойып алыңыздар. Бауыржан Мырзахович, саламатсыз ба? Курс қай күннен басталады? Курс 12-сі күні басталады, 12 май күні басталады. Одан кейін 26 май күні басталады, 2-ші поток, одан кейін 3-ші поток 6-шы июнь күні басталады. Мен жалпы скафолд бойынша орысша, қазақша 72 топ бар. 72 топтың барлығына ең кем дегенде сіздер 1 рет өткізесіздер. Жағдайларыңыз болса 2 рет өткізуге не қыласыздар. Себебі қазақ топтарына әртүрлі нелер болады. Кейбіреулеріңізде енді мүмкін біз сұрансақ, егер мүмкіндіктеріңіз болып жатса, командировкаларға да шығуларыңыз мүмкін. Сондықтан сондай неге не қылыңыздар. Неден кейін 15-ші отпускіге демаламыз 2 ай. Одан кейін 15-ші қыркүйектен кейін 4-ші топ басталады. Ең соңғы 9-ші период ол декабрьдің басында бітеді. Сонда біз осы майдың ортасында басталған осы курсымыз декабрьде, ноябрьдің аяғы декабрьдің басында аяқталады. Рахмет. Не ғой, кім қай неге барады, мен оны сіздерге 2 апта бұрын өзім хабарласып, жекелеріңізге шығып. Хат жазатын болса, оның хаттарыңызды жіберіп, списоктарыңызды жіберіп, баратын оқитын жерлеріңіздің бәрін алдын ала өзім хабарласып, өзім айтып тұрамын, жекелеріңізге шығып. Енді 6 топ 12-сі күні басталады. Ол Алматы қаласында, Тараз қаласында, Қызылорда қаласында, Семей қаласында және Орал қаласында. 5-еуі орыс топ, 5-еуі қазақ топ, 1-еуі орыс топ. Ол кім жүргізеді, мен ол кісілерді айтып қойдым. жақсы, рахмет. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Курсқа қатысты, мазмұнға қатысты сұрақтарыңыз бар ма? Жаңағы сабақ жоспарын жібере аласыздар ма, ана кісінің істеген? Жоба, мысал ретінде көрсеткенге де, өзімізге де, жұмыс істегенге де. Жағағын ма? Иә, Word'та. Аха, хорошо. Хорошо, жібереміз. Бауыржан ағай, мынандай сұрақ. Жаңағы 130-шы бұйрыққа жаңағы таблица оценивание қосымша жүретін болады ғой, сонда? Иә. Енді тренерлердің еңбек ақысының төлемі қалай болады екен? Былтырғы неден 10% жоғары болады. Былтырғы алған ақыларыңыздан 10% жоғары болады. Рахмет. Анау командировкаға шығуы мүмкін тренерлер, мүмкін болса, оларға командировочный төленбейді. Осы ақы төленеді, плюс несі бар, коэффициент бар, несіне байланысты, қашықтығына байланысты. Белгілі бір коэффициентті үстіне қосып аласыздар. Негізі, Бауыржан Мырзахович, просто әріптестер айтайын дегім, егер түсініксіз болса, анау мен не тауып алдым, 9 вебинары бар екен осы орысша. YouTube'да. Соны да тыңдаса да, сол жақта да көп мағлұматтар беріледі негізі орысша. Иә, соны көріп жатырмын мен. Чатқа жібересіз. YouTube'да бар екен, сонда жақсы екен. Түсіндіреді екен соны. Түсінбеген жақтарды. Гүлдан апай, ссылкасын жіберіңіз. Жіберем мен,
ссылкасын жіберемін. Прямо түгел сабақ, ана өзі сол осы Дарья деген нені неткен, қайдан шыққан бәрін айтады екен орысша. Жақсы сол. Бірақ ұзақ енді тыңдау. Бірақ енді сонда да өйткені ертең ана әріптестерім мұғалімдердің алдына барғанда білмей тұрғанымыз ұят қой деп бәрі мүмкіндіктің бәрін оқып жатырмын мен. Жалпы сіздердің аулаларыңызға келген тыңдаушылар нені бұл нені жаңағы Гүлен Кашекиннің айтып жатқандай бірден кіргеннен кейін бұл не екенін түсінбейді. Сондықтан нені фрагментарно емес целостностына беру керек та. Сондықтан целостностың нене қайдан шықты түп төркіні, идеясы не болды. Мынау авторлар осы бағдарламаны ұсынған кезде қандай мақсат қойды деген сияқты нәрселерді алып келіп, жалпы несіне бізде біз үшін ол Қазақстан педагогикасы үшін ол неліктен өзекті, біздің қоғамымызға оның қандай пайдасы бар, егер біздің болашақ ұрпағымыздың бойында осындай құзыреттер қалыптасатын болса деген сияқты сұрақтарға жауап беріп, содан кейін барып негізгі мазмұнға кірсек өзімізге оңай болады. Анау айтады ғой, пластилиннен бір нені мүсін жасау үшін ол пластилинді бірден не қылмай жұмсартып икемдеп сосын барып бастайды деген. Сондықтан аудиторияны дайындап алып келіп жаңағы мазмұнды беретін болса тиімдірек болады деп ойлаймын. Бауыржан Өмірзақович, менде осы орайда бір сұрақ туындап тұр. Біздің барлығымызға бірдей қатысты ортақ бір презентация болады ма? Әлде оны өзіміз жасаймыз ба, жаңағы сіз айтқан критерийлер бойынша? Презентация негізі неде тұр? Сіздер қолданылатын негізгі нелер рабочий тетрадьпен ОММ-да тұр. Бәрі сол жерден көп нәрсенің почти 90% сол жерден алсаңыздар болады. Сонда сол жерден алсаңыздар болады емес, сол жерден алғандарыңыз дұрыс, себебі сол кезде біз Қазақстан бойынша бір форматта береміз. Бұл жердегі ең маңызды нәрсе идеяны бір форматта беру және бір бағытта түсіндіру. Сондықтан әрқайсымыз әртүрлі нелер жасайтын болатын болсақ, ол несі мазмұны өзгеріп кетуі мүмкін. Сондықтан негізгі ресурсты ОММ мен рабочий тетрадьпен аласыздар. Сол жерде анау неге сай, күнтізбелік жоспарға сай, бәрі сол форматпен сол неге жүйеленіп жасалынған нәрсе. Бізде курс сонда қанша уақыт, күніне қанша сағат болады? Күніне 7-7,5 сағаттан болады. Енді бұл жерде мынандай ғой, құрметті әріптестер, 72 сағат, 66 сағаты жаңағы нені оқысаңыздар, ол теориялық және практикалық дәрістерге беріледі. 6 сабағы нені соңғы кейстерін қорғауға беріледі. Сонда 66 сағатты неге қойсаңыздар, 9 күнге. Сонда где-то бір 7 сағаттың үстінде сіздер аудиториялық дәрістер өткізулеріңіз керек. Соңғы жұма күні олар кейстарын, жаңағы сабақтарын қорғайды. Әрқайсысы жеке-жеке. Одан кейін тест тапсырады. Бауыржан Мырзахович, тағы анау посткурсовой сопровождение қалай жүреді? Жана Сериковна видеоролик жасаңыздар деп жатыр. Сол қалай болады? Енді сіздер қазір мына жерден сапалы түрде өздеріңіз жаңағы неге сайтта кең бұқараға ұсынылатындай форматта сіздер материалдар дайындап алуыңыз керек. Ол сурет болсын, ол видеоролик болсын, соны дайындап отырасыздар. Одан кейін бізде арнайы формат бар. Сол форматқа сәйкес сіздер курстан кейінгі сүйемелдеу бойынша жоспар жасайсыздар. Сол жоспарға сәйкес біз іс-шара ұйымдастырамыз. Ол іс-шарада неде өтеді? Осы онлайн форматта өтеді. И сол іс-шараның аясында сіздер курстан кейінгі сүйемелдеу бағдарламасын қорытындылайсыздар сол жерде. Тағы сұрақтарыңыз бар ма?
Одан кейін жаңағы онлайн өткізетін іс-шараға қатысатындарға сертификат беріле ме? Сұрақ көп сондан. Тренерлерге берілмейді. Жоқ, тренер емес, Сіздердің- қатысқандарға оқылып. Сіздердің посткурстық сүйемелдеу деген не? Сіздердің оқыған тыңдаушыларыңыз осы курстың аясында алған білімдерін дәлелдеу үшін материал ұсынады да, сол материалды жаңағы семинарда қорғайды, или болмаса ұсынады, или болмаса и так далее жасайды. Сондықтан ол тыңдаушыларға барлықтарына сертификат беріледі. Болды, рахмет. Былтыр сұрақтар болды, бізге неге берілмейді деген тренерлер. Сіздер тренер ретінде курсты жүргізгеннен бастап, курстың соңғы сүйемелдеуге дейінгі ақшаларыңыз сіздер алып отырсыздар. Сіздердің былайша айтқанда сертификаттарыңыз сол. Сіздердің міндеттеріңіз курсты бастап, ең соңғы нүктесін курстан кейінгі сүйемелдеуде аяқтауларыңыз керек. Сондықтан ол жұмысты ұйымдастырғандарыңыз үшін сіздерге ешқандай қосымша ақша төленбейді, я болмаса сертификат төленбейді. Бірақ тыңдаушыларыңызға қатысқан сол жерде сіздерге мысалы әрқайсыларыңыз ұсынасыздар, былтырда енді өздеріңіз барлықтарыңыз істедіңіздер, көпшілік білесіздер. Сол қатысқан адамдарға сертификат беріледі. Рахмет. Болды. Тағы да қандай сұрақ бар? Онда сұрақтарыңыз жоқ болса, менде де жоқ, айтатын нәрсе жоқ, құрметті әріптестер, тек қана сәттілік тілеймін. Жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Мынау курстың сертификаттары қалай басылып шығады? Солай мен сіздермен тағы чатта хабарласамыз, бұл курсқа байланысты сертификаттарыңызды алыңыздар. Жақсы, рахмет. Мен енді ойлаймын, қажетті мағлұмат 4 күндік не барысында, семинардың барысында алынды. Сіздер енді курсты жүргізуге дайынсыздар деп ойлаймын. Сәттілік, сау болыңыздар. Рахмет, Сау болыңыздар. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.